өзіңіздің күнәңізді кешірімін сұрайсыз. Неге ата-анаңыздың күнәсінің кешірімін сұрамайсыз? Сонда перзент деген атыңыз қайда? Құранда айтады, сенің анаң қайғы үстіне қайғымен сені тапты, сен білмейтін едің дейді. Біз білмейміз қандай азаппенмен көтеріп жүргенін, қандай қиыншылықпен көтеріп жүргенін. Мына дүниеге келеді, ойлайды ол, армандайды. Ертең осы ұлма, осы қызла дүниеге келеді, томпаңдап жүреді.